Астана қалалық Қалибек Қуанышбаев атындағы Мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театры 1991 жылы 15 қарашада Ақан сері Ақтоқты спектаклімен ашылды. Ұлт өнерінің жауһарларын негізге алған шығармашылық ұжым спектакльдермен қатар Саржайлау, Елімай секілді ансамбльдер құрып, қазақ өнерін жан-жақты дәріптеді. Талантты труппа небәрі 5 жылдан соң 1996 жылы Уфа қаласында өткен түркітілдес мемлекеттердің халықаралық туғанлық театр фестивалінде Алдар Көсе музыкалық комедиясымен лауреат атанды. Жас ұжымға Жақып Омаровтан кейін Қазақстанның халық әртісі Қадыр Жетпісбаев жетекшілік жасады. 1999 жылы ел президентінің арнайы шақыруымен КСРО халық әртісі, халық қаһарманы Әзірбайжан Мамбетов Қалеки театрына жетекшілік қызметке келді. Театр өз қойылымдарымен еліміздің барлық ірі қалаларында және алыс жақын шетелдерде де гастрольдік сапарларда болып, көрермен қошеметіне бөленіп келеді. Қалеки театрының ұжымы 2002 жылы қазан айында Шымкент қаласында өткен халықаралық театр фестивалінде Алтын тордағы тоты спектаклімен гран-при жеңіп алды. 2009 жылы Қарағанды қаласында өткен 17-ші республикалық театр фестивалінде Үйлену спектаклі жүлделі 2-ші орынды иеленді. 2010 жылы Тараз қаласында өткен республикалық 18-ші Қазақстан театрларының фестивалінде Кеш драмасы гран-при жүлдесін жеңіп алды. 2011 жылы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған ұлттық театрлардың республикалық фестивалінде Кенесары Күнімжан драмасы ең үздік ұлттық авторлардың драматургиясы үшін номинациясын иеленді. 2011 жылы халықаралық театр көктемі 2011 атты Шымкент қаласында өткен театрлар фестивалінде Сен үшін спектаклі ең үздік қойылым номинациясын алған болатын. Қалибек Қуанышбаев атындағы қазақ музыкалық драма театры тәуелсіздіктің 20 жылдық мерейтойы қарсаңында елбасының шешімімен мемлекеттік академиялық театр мәртебесіне ие болды.